Құрметті тыңдармандар, арнама тіркеліп үлпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен сенімен ажырасам. Халима мен Олжас отау құрғандарына 22 жыл болды. 4 қыздары бар. Халима 4-ші қызын әзер босанған. Дәрігерлер енді бала көтеруге болмайды деп тыйым салған. Халиманың аяғы ауыр болған сайын Олжас ұл бала күтумен болды. Іштей ұл баласының жоқтығынан алып, бірақ Халимаға білдірмеуге тырысады. Күйеуінің ұл бала аңсайтын Халима жақсы біледі. Бірақ ұл бала тақырыбында ешқашан сөз қозғалмайды. Екеуі іштей күрсінеді де қояды. Еркек үшін ұл баланың жолы бөлек қой. Әулеттің ұрпағын жалғастырушы, қара шаңырақтың иесі. Олжас отбасында жалғыз ұл. Енді міне, жалғыз ұлдан бір тұяқ жоқ. Олжас Халиманы артынан жүгіріп жүріп әзер қол жеткізген. Шіркін, қайран жастық шағай. Халима ол кезде талдырмаш бел сұлу қыз еді. Қазір толықсыған әйел болған. Отбасы, ошақ қасы, бала шаға деп өзіне қарауға да уақыты жоқ. Барлық бос уақытын балаларына, күйеуіне жұмсайды. Ештеңе етпейді. Күйеуі Олжас өзін сүйеді. 4 қызымыз бар. Біз бақытты отбасымыз деп ойлады Халима. Көпшілік әйел күйеулерін жақсы білетіндей жалған үмітпен өмір сүреді. Халима да сол көп әйелдердің бірі болды. Күйеуі Олжасты ең сүйікті, адал жар деп ойлайтын. Кейінгі кезде Олжас жұмыстан көңілсіз келетінді шығарды. Бұны Халима жұмыстан шаршап жүрген болар деп мән бермеді. Әдеттегідей Олжас жұмыстан келді. Халима күйеуін дастарханға шақырды. Олжас тәбетінің жоқтығын айтты. Халима қыздарына кешкі астарын беріп болып, ыдыс аяғын жуып асханада күйбең тіршілікпен жүрген. Олжас асханаға кіріп, артынан есікті жапты. Бұл қылығына Халима таң қалып қалды. Халима, кел отыршы, сөйлесетін сөз бар. Ойында ештеңе жоқ. Халима күйеуінің қасындағы орындыққа отырды. Халима, қазір мен саған бірдеңе айтам. Бірақ сен сабырлы болшы, өтінем. Балалар ештеңе естімеуі тиіс. Халима қорқып қалды. Не болды, Олжас? Тыныштық па? Халима, айтамын, бірақ сен өз-өзіңді ұста. Не болды, Олжас? Айтшы енді, адамды қорқытпай. Халима, кешір мен. Күйеуі өзінен қалжыңдасып тұрма деп Халима күліп. Не үшін кетшер? Халима, менен бір қызын аяғы ауыр болып қалды. Ұл бала туды. Халиманың құлағы шыңылдап, көзі қарауытып кетті. Жүрегі қатты соғып бұлқынып, кеудесін жарып шығатындай. Жан жарасын сезінбей қашып құтылғысы келетіндей. Халиманың жүрегі езіліп кетті. Жоқ, бұл жаман түс болар. Мүмкін емес. Қалайша күмәнсіз сүйген адал жары осындай сатқындық жасайды. 22 жыл бойы өмірдің ыстығы мен суығын бірге көріп, барлық қиыншылықтарды артқа қалдырдық дегенде, енді міне. Халима сенгісі келмеді. Көзінен аққан жасты тыя алмай дірілдеген дауыспен. Не дейсің? Олжас, айтшы. Қалжыңдап тұрмын деп. Айтшы, өтінем. Кешір, Халима. Қалжың емес, шындық. Жоқ. Қалай ғана олай істедің, Олжас? Қалай дәтің барды? Халима, мен қазір саған бәрін түсіндірем. Жүйкесі жұқарған Халима айқайлап жіберді. Не түсіндіресің? Не? Енді түсіндіретін не қалды? Олжас Халиманы құшақтамақшы еді. Халима тоқ соққандай орнынан ыршып түсті. Жолама маған. Халима, тыңдашы. Ол қыз мен үшін ештеңе білдірмейді. Бұл қас қағымда болған қателік. Кешір мені. Мен сені сүйем. Тек сені ғана сүйем. Халима, қыздарымды жақсы көрем. Сендер менің өмірімнің мәнісіңдер. Сендер менің отбасымсыңдар. Мені сүйгендіктен жатқан екенсің ғой басқа мен. Өте тамаша, деді Халима тістеніп. Халима, сабыр етші. Тыңдашы мені. Олжас, бәрі түсінікті. Киімдеріңді жина да үйді босат. Сен енді көргім келмейді. Ертең барып ажырасуға арыз беремін. Халима, ол қыз мен үшін ешкім емес. Мен отбасымды бұзғым келмейді. Қайдағы отбасы?
Енді ешқандай отбасы жоқ. Сен өзің мұздың. Халима, ақмақ болма. Мен қателік жасадым. Мойындаймын, бірақ оған жалғыз мен кінәлі емеспін. Солай ма? Басқа қатынмен жатқаныңа енді мен кінәлі екенмін ғой, деді Халима залана күліп. Ылғи шаруадан бас көтермейсің. Шаршап жатырмын дейсің. Маған төсекте көңіл бөлдің ба? Мен еркекпін. Менің өзі қажеттіліктерім бар. Мен ұзақ шыдадым. Мойындашы, шындық қой. Неңе шыдадың? Үйдің тазалығына, дайын тамағыңа, таза киіміңе шыдадың ба? Халима, сен мені түсінбейсің. Мені сен тыңдағың да келмейді. Жарайды, Халима, сабыр ет. Бәрі жақсы болады. Енді ештеңе де бұрынғыдай болмайды. Мен үшін бәрі бітті. Ажырасамыз болды. Халима, мен сенімен ажыраспаймын. Бір қателігім үшін барлығын сызып тастай алмаймын. 22 жыл оттасып, бір күнде қалай құрта саламыз? Сабыр ет, тыңдашы, Халима. Бәрін құртқан өзің. Енді ұл туып берген қатыныңа кет. Мен сені қарғамаймын. Бақытты бол. Ұлаңсап жүредің, енді арманыңа жеттің. Халима, сабыр етші. Мен сендерден ешқайда кетейін деп тұрғаным жоқ. Сонда не істейін деп тұрсың? Менің үстімнен екінші әйел алайын деп бедің? Халима, маған екінші әйелдің керегі жоқ. Сонда саған не керек? Халима, ұлымды перзентханадан алып шығу керек. Оған менің қатысым не? Өзің шығара бер. Қатысың бар, Халима. Ертең ақырғы күн. Баланы перзентханадан алып кетпесек, балалар үйіне өткізеді. Халима, ұлыма ана болшы. Ұлымды өз балаңдай бауырыңа басып алшы. Өтінемін. Ұлымды туған қыз. Ертең баланың әкесі мен екенімді растайды да, баладан өз еркімен бас тартады. Бағанадан бері осы еді айтпағым. Осыған келісесің ба? Халима. Халима не айтарын білмей үндемей отырып қалды. Не ойладың? Не істейміз? Деп Олжас жалтақтап Халимаға аянышты көзбен қарады. Халима бәрін ақылға салып, өзін-өзі сабырға шақырды. Күйеуінің ойнасынан туған ұлға ана болуға келісті. Ертесі 4 қызын ертіп, Олжас пен Халима перзентханадан кішкентай ұлдарын алып шықты.